Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2 сынып математика сабағы. Мен сабағым көруден алдын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Қоңырауша түймесін басып қойыңыздар, келесі сабақтарды жіберіп алмау үшін. Бүгінгі сабағымыз 107 сабақ. Сабақтың тақырыбы 2 немесе 3 амалдан тұратын санды өрнектерді салыстыру. Сен санды өрнектерді салыстыруды үйренесің. Біріншісі есептеме салыстыр дейді. Бірінші есепте бірінші амалымыз 7 көбейту 4 қосу 53. 4 екіншісі 4 көбейту 7 қосу 42 дейді. 4-ті 7 көбейтсек 28 болады. 28-ді 53-ке қоссақ үлкен сан шыға ма, әлде 28 42-ге қоссақ? Әрине 28-ді 53-ге қоссақ үлкен сан шығады, сондықтан үлкен мәнді қоямыз. Екінші амалда 5 көбейту жақша ішінде 8 алу 6 көбейту 1. Ал екінші амалда 8 алу 5 жақша ішінде көбейту 5 бөлінген 1 болады. Бұл жерде үлкен мән 8 алу 5 көбейту 5 бөлінген 1 амалы үлкен мән болып табылады. Үшінші және төртінші амалдарды жазып қойдым балалар. Мінекей қайсы мән үлкен екенін осылай ауызша есептей саламыз. Келесі теңдіктер мен теңсіздіктер тура болатындай етіп бос төрткөздерге тиісті сандарды қой дейді. 4 6 көбейтсек 24, 24-ке 36-ны қоссақ, 24-ке 36-ны қоссақ 60 болады. 36-ны қосамыз 8-ге. 8-ді 3-ке көбейтсек 24 болады. 24-ке 36-ны қоссақ екі жақ бірдей болады. Бұл жерде 36 бөлінген 4 алу 3 дейді. Бұл жерде 36 бөлінген 9 алу 3 десек, осылай мәніміз үлкен болады. 36 бөлу 4 алынған 3. Ал келесі үшінші есепте де төрткөзге 9 сан тура келеді. Одан кейін теңдіктеріміз дұрыс шығады. Ал төртіншісінде 9 сан қоямыз бос төрткөзге. Сондықтан сол кезде біздің теңсіздіктерімізді дұрыс шығады екен. Келесі есебіміз есепті шығар. Әкем орам сымнан әрқайсысының ұзындығы 8 дециметр болатындай етіп 5 рет қиып алды. Сонда орамда 15 дециметр сым қалды. Алғашында орамда неше дециметр сым болған дейді. Мінекей бала сызбасы сызылған екен. Мынау 8 дециметр, мынау 15 дециметр. 5 рет қиып алды дейді. 8 дециметрден 1, 2, 3, 4, 5 рет қиып алыпты. Сонда орамда 15 дециметр сым қалды дейді, қалған дейді. Алғашында қанша болған? Әрқайсысында 8 дециметр дейміз. Қиды 5 дециметр, қалды 15 дециметр. Мұнда 8 дециметр десек болады. Мінекей ой. Әрқайсысында 8 дециметр, қиды 5 дециметр, қалды 15 дециметр дейді. Болған қанша дейді. Шешуі 8-ді 5-ке көбейтеміз. 40 болады. 40-ты 15-ке қосамыз. 55 болады. Жауабы әу баста орамның ұзындығы 55 дециметр болған. Келесі есеп төрткөзге бос төрткөз орнына тиісті санды қой дейді. Алтын 4 не жерге 4 қойсақ, алтын 4-ке көбейтсек 24 болады. Алтын 3-ке көбейтсек 18, 18-ге алтын қосып 24. Сонда теңсіздігіміз тең болады екен. 9-ды 3-ке көбейтсек 27, 8-ді 3-ке көбейтсек 24, 24-дің нешін қоссақ 27 болады. 3-ті қоссақ 27 болады. 3 қоса қоямыз төрткөзге. Екінші амалда 6-ны 2-ке бөлсек 3 болады. 3-ті нешке бөлсек 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады. Тең болады. 8-ді 3-ке көбейтсек 24, 27-ді 3-ті алсақ 24 тең болады. Сондықтан сол кезде теңсіздіктеріміз тура шығу керек. Осы жерге тиісті сандарды қойдық балалар. Осылай жазып қоясыздар. Келесі есебіміз 5-ші есеп. Есепті шығар. 1 жылдың ішінде 2 омартадан 64 килограмм бал жиналды.
Олардың бірінен 36 килограмм бал алынды, ал қалғаны екінші омартадан алынды. Бір омартадан екіншісіне қарағанда неше килограмм бал артық жиналды? Шарты: барлығы 64 килограмм дейді. Бірінші омартадан 36 килограмм алынды, ал екіншісінде омартадан қанша алынғаны белгісіз, және бірінші омартадан екіншісіне қарағанда неше килограмм артық бал жиналған. Соны табу керек. Мысалы, шешуі: 64 алу 36-дан алып тастаймыз, 28 болады. 36-дан бірінші омартадан екінші омартаның шыққан несін алып тастаймыз, мәнді. 36-дан 28 болсақ 8 болады. Жауабы: бірінші омарта екінші омартаға қарағанда 8 килограмм артық бал жиналған екен. Келесі есебіміз 6-шы есеп: салыстыр. 4 литр үлкен бәлде 7 литр? Әрине 7 литр үлкен мән қоямыз. 2 метр үлкен бәлде 2 дециметр? Әрине 2 метр үлкен мәнді қоямыз. 3 дециметр 13 сантиметр. 3 дециметріміз үлкен болады. 7 метр әлде 69 дециметр үлкен ба? Әрине 7 метр үлкен. 5 метр 3 дециметрің 50 дециметрден үлкен әлде кіші? Әрине үлкен. 2 дециметр 4 сантиметрің қанша болады? 24 сантиметр болады. Мына жерде 24 тең болады екен. Осылай тиісті мәнді қойып шығамыз, үлкен кіші мәнді. Келесі 7-ші есеп: есептемей салыстыр. Бұл жерде үлкен және кіші мән және тең мәндерді жазып шығамыз. 24 қосу 49 алу 5 үлкен мән болады. 49 қосу 24 алу 6-дан үлкен мәнді қоямыз. 32 жақша ішінде 29 көбейту 3 көбейту 3. Бұл екінші амалда 32 алу 29 жақша ішінде көбейту 3 және бөлу 3. Яғни бұл жерде бірінші амалымыз үлкен болады. Үшіншісінде де тең болады. Екі жақ бірдей сан шығады. Қосып есептесеңіздер бірдей болады. Сондықтан біз тең амалын қоямыз, белгісін. Келесі есебіміз: ойлан тап. Сары түсті жолақшалардағы сандар мен жасырынған сөздерді оқы. Ол үшін әрбір санды кестедегі сандардың көбейтіндісіне мәнімен алмастыр дейді. Мысалы, 5 көбейту 5 болады. Әр қатар мен бағанның қиылысындағы көбейтіндінің мәніне сәйкес әріпті табамыз. Ол т әрпі. Мысалы, 5-те т әрпі белгіленген. Мысалы, т. Екінші әріп табамыз 10 деген әріпіне. 5-те 2 көбейтсек 10 болады. Қиылысында не тұр? А тұр, е? 5-те 3 көбейтсек 15 болады. Оның қиылысында А тұр деген сияқты. Осылай барлығын жазып шығамыз көбейтіп. Сол кезде бізде табиғатты аялайық деген сөз шығады екен. Осы мәндерді есептеп шығарғанда қиылысындағы, мысалы, 6-ны 1-ге көбейтсек 6 болады. Яғни 6 деген сөзде я деген сөз тұр қиылысында. Осылай жазып шығамыз. Табиғатты аялайық деген сөз шығады екен. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды, балалар. Каналымда тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған математика және қазақ тілі пәндері жүргізіледі. Сау, сәлеметте болыңыздар.